Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге бургерге арналған булочкалар дайындап көрсететін боламын. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Ең әуелі жылы сүтімізге жылы суымызды қосып, 1 шай қасық тұзымызды салып, артынан 2 ас қасық қант салып, одан соң 1 шай қасықпен дрожжімізді салып, аздап араластырып отырып, ерітілген сары майымыздан қосатын боламыз. Қанша не керектігі жөнінде барлығын төменге видеоның астына жаза кетемін. Одан соң електен өткізілген ұныңыздың барлығын сразу салып тастамай, аз-аздан салсаңыздар, сол кезде жақсы араласатын болады. Мінекей бізде осындай жұмсақ тесті шығады. Енді осы қамырымызды 1,5 сағат немесе 2 сағат көлеміне бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз көтерілгенше. Мінекей біздің тестіміз кәдімгідей көтеріліп, көлемі де үлкейіп қалды. Енді осы тестімізді алып, осындай булочкалардың көлемін шығарып, мен көзбен алдым, немесе арнайы өлшеп алсаңыз да болады. Мінекей барлығын осылай бөліп шығып, бір жұмыртқаның сарысымен аздап сүт қоса отырып, бетін майлайтын боламыз булочкаларымыздың. Алдын ала қызып тұрған 180 градус духовкаға. Одан соң жаңа беті майлап болғаннан кейін міндетті түрде осылай кунжут себіңіздер, сол кезде өте ерекше, әдемі болып шығады. Небәрі 25 минутқа пісіріп аламыз, әрине духовкаңызға байланысты. Мінекей бізде осындай булочкалар шығады, өте дәмді, өте жұмсақ. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Мінекей жұмсақтығы видеодан да көрсеңіз болады. Егер де видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өйткені келесі арнамда, келесі видеомда сіздерге осындай үй жағдайында гамбургерлер жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Келесі видеода кездескенше видеоны бағалап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.